Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біз өткен сабақта сөйлемнің мүшелері деген тақырыпты өткен болатынбыз. Әрбір сөйлемдегі толық мағыналы сұраққа жауап беретін сөз сөйлем мүшесі деп айттық, иә? Бүгін енді 52-ші сабақта сөйлем мүшелерімен толық танысатын боламыз. Яғни жаңағы сұраққа жауап беріп тұрған әрбір сөзіміз белгілі бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Қазақ тілінде 5 сөйлем мүшесі бар: бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш және пысықтауыш деген. Бүгін біз бастауышты өтетін боламыз. Әуелі осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. 5-ші тапсырмадан бастап орындаймыз. Киіз үй туралы мәтін берілген. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздарымен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыңнан жасалады. Мінекей киіз үй туралы мәтін. Енді сұрақтарға жауап берейік. Енді осы мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы болды, иә? Оны тез жинап және тұрғызуға болады. Екінші, киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады? Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық. Сықырлауық дегеніміз киіз үйдің ішінен ішке қарай ашылып жабылатын есік. Кереге неден жасалады? Кереге киіз үй сүйегінің қабырғалық бөлігі талдан, жіңішке қайыңнан жасалады. 6-шы, сөйлемдерді көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздердің астынсыз оларға сұрақ қой. Бұл сөздер қимыл иесі болып тұрғанын байқа деген тапсырма. Сөйлемдерді оқиық. Бірінші, киіз үй тігілді. Киіз үй не істеді? Тігілді. Атам төрге жайғасты. Кім? Атам. Не істеді? Төрге жайғасты. Балалар далада ойнады. Кімдер? Балалар. Не істеді? Ойнады, иә? Яғни бұл сөйлемдердегі іс-қимыл әрекетіміз біздің етістіктер, яғни жүзеге асып жатқан іс-әрекеттер. Ол тігілді, жайғасты, ойнады деген сөздер. Енді осы іс-әрекеттерді кімдер жүзеге асырып тұр? Міне сол сөздер бізде бастауыш болып есептеледі. Олар киіз үй, атам және балалар. Демек, бастауыштың сұрақтары кім не, кімдер нелер деген сұрақтар. Яғни қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Ауылдан әкесі келді. Іс-қимыл әрекетіміз бұнда келді. Не істеді? Келді. Кім? Әкесі. Бастауышты дұрыс табу үшін ең бірінші осы іс-қимыл әрекет, яғни баяндауышқа біз сұрақ қоюымыз қажет. Баяндауышты біз міне келесі сабақта өтеміз, иә? Яғни іс-әрекеттің иесін табуымыз керек. Иесін таппас бұрын қандай іс-әрекет сөйлемде жүзеге асып тұр, соны тауып алуымыз қажет. Енді 7-ші тапсырмада суретке мұқият қарайық. Біз құрылыс алаңын көріп тұрмыз және 2 адам, иә? Ар жақта құрылыс жүріп жатыр, техникаларды көріп тұрмыз. Енді осы сурет бойынша әңгіме құрап жазуымыз қажет. Жазған сөйлемдерімізден бастауышты табамыз. Құрылыс алаңында деген мәтін жазуымызға болады. Мәтіннің тақырыбын өз қалауларыңыз бойынша өзгерте бересіздер. Тақырып ортаға жазылады. Бірінші сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Мәтінде сөйлемдердің арасында мағыналық байланыс болуы керек. Мысалы, бүгін Жасұлан мырза Астанадағы құрылыс жүріп жатқан жерге барды. Бас бригадир Мұрат мырза құрылыс алаңымен толық таныстырып шықты. Бұл жерге үлкен мектеп салынып жатыр екен. Жасұлан мырза мектептің сызбасымен танысып, риза болып қайтты. Енді осы мәтіндегі бастауыштарды табайық. Бірінші сөйлемде бүгін Жасұлан мырза Астанадағы құрылыс жүріп жатқан жерге барды. Не істеді? Барды іс-әрекетіміз, иә? Енді кім барды? Жасұлан мырза.
Екінші сөйлем: бас бригадир Мұрат мырза құрылыс алаңымен толық таныстырып шықты. Не істеді ол? Таныстырып шықты. Кім? Бас бригадир Мұрат мырза. Келесі: бұл жерге үлкен мектеп салынып жатыр екен. Не істеді? Яғни салынып жатыр. Не? Мектеп. Жасұлан мырза мектептің сызбасымен танысып, риза болып қайтты. Не істеп? Танысып. Кім? Жасұлан мырза. 8-ші тапсырма: мына нақыл сөздерді көркем жаз. Шаңырағың шайқалмасын, үйіңнен бақ береке кетпесін деген мағынада. Кереген кең, екі босаған тең болсын. Үйің кең, отбасың үлкен, тең, бірлікте болсын деген мағынада. Киіз үйге қатысты тағы қандай нақыл сөздерді білесің? Алғашқы сөйлемді сөйлем мүшесіне талда. Шаңырағың шайқалмасын. Не істемесін? Шайқалмасын. Баяндауыш бұл бізде. Ал не? Шаңырағың бастауыш. Енді киіз үй, жалпы үйге қатысты мақал-мәтелдерге кезек беретін болсақ, келіні жақсы үйдің керегесі алтыннан. Есіктен орын тапсаң, төрге ұмтылма. Үйің жаман болса, күйің жаман. Босаған төрдей болсын. Жыртық үйді жел табар, өтірік сөзді шын табар. Аяқ киіммен төрге шығу, үй иесін менсінбеу. Біреудің үйін жыға білгенмен тіге білмейсің. Киіз үйдің жақсы болмағы ағашынан, ер жігіттің жақсы болмағы нағашыдан. Мінекей, қарап отырсаңыздар, осы мақал-мәтелдердің өзінде қаншама үлкен тәрбие жатыр. Мысалы, үйге аяқ киіммен кіріп кету, ол үй иесін менсінбеумен тең дейді. Міне осы мақал-мәтелдердің ішінен өздеріңізге ұнағанын жазып, жаттап жүріңіздер. Мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер деген плейлисттің ішінде менде тағы да көптеген тақырыптарға арналған мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер топтамасы бар. Осымен бүгінгі сабаққа берілген тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.